Келесі 545 есептің біріншісін шығарайық. 67-тен 28 көбейтілген аның орнында 10,13-тен 11. Азайтылған 2,13-тен 11. Бұның нәтижесі 2-ден 1-ге тең екен. Бөлу 2-ден 1. Жақшаны жабамыз. Сының нәтижесі 3,2-ден 1-ге тең. Бірінші амалы бөлуді орындап алайық. Так, бұрыс бөлшекке айналдырып жазамын бірден. 13 көбейтетін болсақ 26, оған 11-ді қосатын болсақ 37-ге тең болады. Бөлшектің бөліміне 1 түсіремін, 2-ні алдына түсіріп жазамын. Көбейтсек 74-ке тең, бөлшектің бөлімі 13-ке тең. Аралас санға айналдыратын болсақ 5,13-тен 9-ға тең болады екен. Келесі екінші амалы 10,13-тен 11 азайтылған 5,13-тен 9. Бұның бөліктерін азайтатын болсақ 5-ке тең болады. Бөлшектің бөлімі 13-ке тең, 11-ден 9 азайтатын болсақ 2-ке тең болады екен. Келесі үшінші амалы 67-тен 28 көбейтілген 5,13-тен 2 тең. 67-тен 28 аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазамын. 13 көбейтіп қосатын болсақ 67-ге тең болады. Тең 67 мен 67 қысқарып кетеді, бөлшектің бөлімінде 13, алында 28 қалады. Бұл дегеніміз 2,13-тен 2-ге тең. Енді бөлуді орындайық. Төртінші амал 2,13-тен 2 бөлінген 3,2-ден 1 тең. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазамын. 13, 26, 27, 28-ге тең болады. Бөлінген, бөлшектің бөлімінде 2, 6, 7-ге тең. Енді көбейтуге айналдырып жазамыз. 2 алына шығады, 7 бөлімге түседі. Қысқартайық, 4-ке тең болады. Сонда 13-тен 8-ге тең екен жауап. 546 есептің біріншісін шығарайық. Y қосылған 7-тен 5 көбейтілген 3-тен 1 тең 2,9-дан 4. Y қосылған 7-тен 5 санын жазып қоямын. Тең деймізде аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазамын. Бөлшектің бөлімінде 9 болады. Көбейтетін болсақ 18, 22 бөлінген 3-тен 1-ге тең болады. Y қосылған 7-тен 5 тең, бөлетін болсақ 22 бөлшектің бөлімінде 9, жетемес. Көбейтілген алымына 3-ті шығарып жібереміз, бөлшектің бөлімінде 1 болады. Қысқартайық, 3 санына 3 болады, бөлшектің бөлімінде 3, алымда 22. Ол дегеніміз 7,3-тен 1-ге тең болады. Сонда жауабы 7,3-тен 1-ге тең екен. Сонда Y-тен 7,3-тен 1 азайтылған 7-ден 5. Так, 7,3-тен 1-ден азайтамыз 7-ден 5-ті. Ортақ бөлім береміз. 21 санынан 7 болады, 3 болады. Так, бөлшекті 7 деп жазылайық. Бірінші бөлшектің бөлімінде 21, 7 азайтылған 15 тең. 6 деп жазамызда 21 қосылған 7 азайтылған 15 бөлшектің бөлімінде 21 болады. Сонда 6,21-ден қосындысы бізде так 13-ке тең болады. Сонда Y-тен 6,21-ден 13-ке тең екен. Келесі екінші есебіміз 12-ден 5 азайтылған X бөлу 2-ден 1 тең 9-дан 2. 12-ден 5 азайтылған X тең 9-дан 2 көбейтілген 2-ден 1. Қысқартып жіберейік.
бізде 1-ге тең болады, 9-дан 1-ге тең болады екен. Сондай 12-ден 5 азайтылған x тең 9-дан 1-ге. X тең 12-ден 5 азайтылған 9-дан 1. Ортақ бөлім береміз. 36 санынан 3 рет бар, 4 рет бар. Сонда x тең бөлшектің бөлімінде 36, алымда 15 азайтылған 4 11-ге тең болады. Онда 36-тан 11-ге тең екен. Келесі үшінші есебін шығарайық. 1,25-тен 16 қосылған x азайтылу 5-тен 4 тең 4,25-тен 2. Так, 1,25-тен 16 қосылған x тең аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып жазып алайық. Немесе дәл осы күйінше жазсақ та болады екен. 2 қосылған 5-тен 4. Ортақ бөлім беремін. 5 санынан береміз. Сонда 1,25-тен 16 қосылған x тең 4 бүтін, бөлшектің бөлімінде 25 болады. 2 қосылған 20. Сонда 1,25-тен 16 қосылған x тең 22 болады. Алымда 4 бүтін 22, бөлшектің бөлімінде 25-ге тең болады. Енді x тең 4 бүтін 25-тен 22 азайтылған 1,25-тен 16. X тең азайтатын болсақ 3-ке тең болады. Бөлшектің бөлім 25, алымы 6-ға тең болады екен. Келесі төртінші есебіміз 15-тен 4 азайтылған y қосылған 25-тен 3 тең 25-тен 1. Жақшаның ішін жаз қоям. Y қосылған 25-тен 3 тең 15-тен 4 азайтылған 25-тен 1. Ортақ бөлім береміз. 75 санынан берейік. 3-тен болады. 5-тен береміз. Сонда y қосылған 25-тен 3, бөлшектің бөлімінде 75 болады. Так, 20-дан 3 алатын болсақ 17-ге тең болады екен. Енді y-ден 75-тен 7 азайтылған 25-тен 3. Ортақ бөлім 75 санының өзінен беріледі. 3-тен берейін. Сонда y-ден бөлшектің бөлімінде 75. Так, азайтатын болсақ 17 екен ғой бізде. 17-тен 9-ды азайтатын болсақ 8-ге тең болады. Сонда 75-тен 8-ге тең болады екен y-іміз. Келесі 5-шісін шығарайық. 8,14-тен 3 азайтылған y бөлінген 7-тен 3 тең 17. 8,14-тен 3 азайтылған y тең 17 көбейтілген 7-тен 3. 8,14-тен 3 азайтылған y тең бөлшектің бөлімінде 7, так көбейтетін болсақ 51-ге тең болады. Y тең 8,14-тен 3 азайтылған аралас санға айналдырып жазатын болсақ 7,7-ден 2-ге тең болады. Ортақ бөлім 14 санынан 2-ден береміз. Y тең бүтін бөліктен азайтсақ 1-ге тең болады. Бөлшектің бөлімі 14-ге тең болады. 3-тен азайтамыз 4-ті тең жетпейді. 3 саны қарыс сұраймыз. Сонда бөлшектің бөлімінде 14, алымда 14 қосылған 3 азайтылған 4 болады. Сонда 14, 17, 13-ке тең болады. Сонда жауабы 14-тен 13-ке тең екен.
Келесі 6-шысын шығарайық. 3,16-тан 1 бөлінген x азайтылған 16-тан 5 тен 8-ден 7. X азайтылған 16-тан 5 тен 3,16-тан 1 бөлінген 8-ден 7. X азайтылған 16-тан 5 бөлетін болсақ, нәтижесі 3,2-ден 1 кетен болады. X-тен 3,2-ден 1 қосылған 16-тан 5. Ортақ бөлім береміз. 16 санынан 8-ден берем. X-тен 3,16-тан 13 кетен болады екен жауабы. Келесі 547 есебіміз. Ұзындығы 16,7 метр болатын арқан 3 бөлікке бөлінген. Яғни барлығы дейік. Барлық ұзындық ол бізде 16,7 метр. Бұл 3 бөлікке бөлінген. Бірінші бөліктің ұзындығы 3,5-3 метр. Ал екінші ұзындығы одан 3 есе артық. 3 есе артық болатын болса, 3,5-тен 3-ті көбейтеміз 3 санына тең. Сонда аралас саны бұрыс бөлшекке айналдырып жататын болсақ, 18 болады. Ал мұнда 3 тең 18 санын 3-ке көбейтетін болсақ, 54 болады. Бөлшектің бөлімінде 5. Аралас санға айналдырып жататын болсақ, 10,5-тен 4 кетен болады. Бұл бізде екінші бөліктің ұзындығы. Енді үшінші бөлікті табу үшін біз барлығынан бірінші және екінші бөлікті азайтамыз. Сонда 16,7 азайтылған 3,5-тен 3 азайтылған 10,5-тен 4 тең. Ортақ бөлім 10 санынан береміз, 2-ден болады. Бөлшектің бөлімінде 10-ға тең болады. Бүтін бөліктерді азайтатын болсақ, 3-ке тең болады. 3-ке тең болады. Алымы 7 азайтылған 6 азайтылған бізде 8 тең. Осы жерде бізде минус сан шығып қалады. Сондықтан да қарызға 3-тен сұраймыз. Сонда ол 2-ге тең болады. Бөлшектің бөлімінде 10 болады. Алымында да сонда 10 қосылған 7 азайтылған 6 азайтылған 8 болады. Тең. Сонда 2,10 болады. Енді 17-ден 6-ны азайтсақ 11. 11-ден 8 азайтатын болсақ 3-ке тең болады. Сонда 2,10-нан 3-ке тең екен. Бұл бізде үшінші бөліктің ұзындығы. Келесі 548 есебіміз. 2 ыдыста 35 литр сұйық бар. Бірінші ыдыстағы сұйық екінші ыдысқа қарағанда 1,3-тен 1 есе кем. Яғни барлығы дейін 2 ыдысты. Барлығы бізде 35 литр екен. Енді біріншісін x деп белгілесе, екіншісін x көбейтілген 1,3-тен 1-ге деп белгіледі. Әр ыдыста қанша литр сұйықтық бар деді. Сонда бірінші ыдыспен екінші ыдысты көбейтейік. Оны теңестірейік 35 санға. Енді осы жерден x санын жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Сонда 1 қалады, 1 қосылған 1,3-тен 1 тең 35-ке. X көбейтілген 2,3-тен 1 тең болады бізде 35-ке. Енді x тең 35 бөлінген 2,3-тен 1 тең 35 бөлу 3, 6, 7-ге тең 35 көбейту дейміз. Бөлшектің бөліміне 7 түседі, ал мына 3 шығады. Қысқартайық. 5 болады, сонда
15-ге тең болады. Яғни бірінші ыдыстағы сұйық бізде 15 литр екен. Ал екінші ыдыстағын бөлу үшін 35-тен 15-ті азайтсақ болады екен. Сонда ол 20 литрге тең болады екен. Келесі 550-ші есебіміз автобус 54 км жылдамдықпен тыс сағатта жол жүрді. Кестені толтырыңыздар деген S белгісі. S дегеніміз жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісі. Біріншісінде жылдамдық берілген, S-ті табу үшін 54-ті көбейтеміз, уақытымыз 6-тан 1-ге. Қысқартайық. 9 болады, нәтижесі 9 км екен. Біріншісі 9-ға тең. Келесі екінші S-ті табу үшін 54-ті көбейтеміз, уақытымыз 3-тен 1-ге. Қысқартайық. 18 болады екен. Сонда жауабы 18-ге тең. Яғни S-іміз 18-ге тең. Келесі үшінші S-тен 54-ті көбейтеміз 2-ден 1-ге. Қысқартатын болсақ 27-ге тең. Сонда S-іміз 27-ге тең екен. Келесі төртіншісі S-тен 54 көбейтілген 2, ол бізде 108-ге тең болады. S-тен 108-ге. Келесі бесіншісі S-тен 54 көбейтілген 3, жауабы тең 162-ге. Келесі алтыншысы S-тен 54-ті көбейтеміз 6-ға, ол бізде 324-ге тең болады екен.